Ислам дініндегі көркем мінездің дәрежесі туралы айтар болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде құлшылықты орташа жасайтын адам өзінің көркем мінезімен көп құлшылық жасайтын, түнімен намаз оқитын, күнімен ораза ұстайтын адамның дәрежесіне жетеді дейді. Яғни мінезі көркем болатын болса, аз құлшылығының өзі көп құлшылықтай оған сауап әкеледі деп жатыр. Және мүминдердің ішіндегі иманы ең кемелі кім дейтін болсаңыз, ол мінезі ең көркем болған адам дейді. Және үшінші хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қияметте маған ең жақын болатын және мен ең жақсы көретін адам кім десек, ол көркем мінез иесі дейді. Ал енді Алланың алдына барған кезде амалдар таразыға тартылатыны белгілі. Сол таразыда ең ауыр тартатын жақсы амал қандай десе, ол көркем мінез деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түйіндейді. Ендеше көркем мінез иесі болуға ұмтылайық, асығайық, өзімізбен өзіміз жұмыс жасайық. Алла тағала баршамызды көркем мінез иесі етсін.